Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кекс жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Қантты өлшегіштің көмегімен 150 грамм өлшейміз. Енді миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымыз еруі қажет. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне ерітілген сары майды қосамыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді оның үстіне сүт қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін өлшегіштің көмегімен ұнымызды өлшеп қосамыз. Және де оның үстіне 1 чай қасық қопсытқыш қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Кексіміздің қамыры дайын болды. Енді формаларға салатын боламыз. Мен осындай резинкалы формаларды пайдаланатын боламын. Оның ішін сұйық маймен майлап шығамыз. Кекстің ішіне ешнәрсе қоспасаңыздар да болады, немесе оның ішіне шоколад, вареная сгущенка, варенье қоссаңыздар да болады. Сіздерге қай түрі ұнайды, соны қоса берсеңіздер болады. Мен кекстің ішіне Қазақстан шоколадын қосатын боламын. Енді қасықтың көмегімен әр формаға біркелкі етіп құйып шығамыз. Формалардың барлығына біркелкі етіп ортасына дейін құйып шығатын боламын. Одан кейін оның үстіне Қазақстан шоколадын әр қайсысына салып шығамыз. Шоколадтарымызды салып болғаннан кейін қалған қамырды барлық кекске бірдей тең бөліп құйып шығамыз. Осы рецепт бойынша 12 дана кекс шығады. Енді кекстерімізді қызып тұрған духовкада пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кекстеріміз дайын болды. Осылай көтеріліп әдемі болып шығады. Осы рецепт бойынша кекс дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Және де алдағы уақытта каналымда басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себептен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.